Армыз қазақ ұлты. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла қазақтың мәртебесін үстем етсін. Мына көп ойлардың ішінде бір мықты көріпкел бар. Политик, саясаткер, орыстың политологы марқұм бұл өмірден өтіп кетті. Жириновский деген. Каждый айтқаны минут секундына дейін келіп жатыр. Сондай көріпкел болған, сондай политик болған адам да. Бірақ соның политикасын мен сіздерге айтып берейін ба, қалай болды бұл политик, қалай жасалды. Жириновский ол өзі масондардың қатарында болған азамат. Және біздің Амантай Қажы сияқты масондардың айқайшысы болды. Оған 30-шы жыл, 32-ші жылға дейін айтатын программаның бәрін беріп өтті күнде. Және оны айқайлатып қойды. Сөйтіп бәрін басып, запистің бәрін біткен соң, енді мигранттардың бәрін көшіріп, Россия мен Украинаның ортасында сапар ол жерге алып келіп, Израильді әкеп қойғанға, ана жақта, мына жақта апарып, мына жаққа әкеп соғып, Израиль мен екі ортада Американың ортасын бәрін жасайтын, оқиғаның бәрін айтып беріп, оны айтқызды. Оған дословно сөз айтып біткен кезде, оны өмірден естеді, алып тастады. Ол ешқандай көріпкел болған, ол политик адам болды, бірақ масонда болды, масонның жұмысын жасады. Масондарда мынандай қасиет бар, қай күні өлетінді білмейсің. Сенің миссияң біткен күні ойынан шығара салады. Ол сондай көріпкел болды. Бірақ бұның артында шальное поле Катарға тиді қоқа. Құдай шебер ғой. Осыдан 10 жыл бұрын қазақ хандығында сол Катардың шейхі және принцесі Назарбаевтың алдына кірген. Тура қазақ хандығы күні мен алдап кеткендіктер. Азаматтар керемет. Енді Құдай шебер ғой. Сол арқылы біздің Қазақстаннан қашқан байлар бар ғой, бәрі Катарда бір ауылды алып, сатып алып, сол жерде отырған. Енді ояқта тыныштық бітті. Енді Катарда астан кестен дүние басталады, жан-жағынан су көтеріледі, жердің асты-үсті басталады. Олар енді Қазақстанға қарай, Қазақстанда қашып кеткен байлардың осы жерде кәдімгі квартал үйлері бар. Әр облыста. Енді Катардың шейхтарын, байларын бәрін солар алып келеді. Көресіңдер. Бұны мен 10 жыл бұрын айтқам. Және де айтқам, дүние жүзі бойынша дайындалып жатқан дүние бар, соның бәрі келеді деп. Келді ма тура? Көресіңдер. Әулиелер айтады. Әулиелер айтқаннан қайтпайды. Тірі жүрген әулиелер айтқандары жаман. Жириновский осындай көріпкел болды. Катар мынандай болып атты. Бірақ білесіздер ма? Орыстарда битва экстрасенсов дегенді жүргізіп жатты. Дүние жүзінің көріпкелдерін жинап атты да, мықты дегеннің бәрін жойып жіберді. Және жойылғысы келмегендер соларға жұмыс жасап жатыр. Соның арасында Малахов деген білесіңдер, оның жүргізу передачасы бар. Ол апарты біздің Сарыәулиені бытшын шығарып Қазақстанның ортасында біраз деңгейіне нұсқан келтірді. Басқа да бізде сол битва экстрасенсовта орын алғандар бар, қазір медальон сатып жүр. Байқаңдар ма, орыстар, оның артында тұрған еврейлер 100 жылдық программа жасайды. Біздің қазақ 10 минуттық. А мен сіздерге осының бәрін қыстай айтқам. Осылай болады деп. Ал енді сіздердің айтып жүрген Жириновскийлардың көріпкелдіктерінің деңгейі қайдан білді, қайдан ол әулие жасады. Әулиені еврейлер қолдан жасады. Жириновскийді қолдан әулие жасады. Өздері өлтірді ең соңында. Ауру науқас сөйтті битті өлтірді да почетпен шығарып көміп салды. Бірақ оған әр күнде, қай кезде, қай уақытта не жасайтындарын программасын айтқыздырды. Ал енді біздің қазақтың қандай саясаткерлері бар, сондай жүргізіп атқан. Малаховтың передачасы, битва экстрасенстар, тағы да қандай бар, КВН бар, де бар. Олардың бәрі алдын ала программа жасап, 100 жылдық бұрынғы дүниелерді болатын дүниелерді жасатқызған. А біз солардың көшірмесінде жүріп мәз біз айтқанына. Бірақ олар планмен жүріп атты. Бірақ Құдай шебер. Катардың шейхі алдап кеткен кезде айтқам, көресің, алдыма келесің деп. Құдай өзі алып келеді жақында. Бірақ жер қабылдай ма біздің қазақ даласының? Сондықтан мен бәрін айтарым. Жер қабылдасын, айтсын, бүйтсін деп. Енді біреулер маған сұрақ қойып жатыр. Енді не істесек болады, бір құрбан шалып жіберейік деп. Хорошо, салыңдар, менің Каспий голдымды білесіздер. Мен құрбан шалайын. Бірақ одан не пайда? Кезінде істейік деген кезде істелген жоқ болған. Кезінде қазақтар бірігіп тасқа орайып таңбан деді, істемей атсыңдар. Өткенде екі жерге бар, бірін жасап келем, осы жеңістің ұтып келем деген кезінде біразын сөйледіңдер. Бірақ мен жасадым, ішіндегі сенген халықтар да болды. Жақсылық болсын деп салған құрбандыққа іштен кетпейді.
салайық. Бірақ та жеңіс бізде, қазақта. Тек қазақ бірге біліңдерші. Жеңіс қазақта. Өліп кетсе де қазақта жеңіс. Біздің Мәшһүр Жүсіп, кешегі Майқы би, кешегі Бұқар жырау, Асан қайғылар бекер айтпаған бұл күнді. Осы заман келетінін және біздің жеңетінімізді. Жеңеміз. Біздің де өзіміздің әулиелер айтқаны бар. Бірақ арың айнадай таза болсын. Әруағыңды сыйла, халқыңмен бірге бол. Сонда жеңесің. Бар болыңыздар ағайын.